Алдымыздағы сайыс республикалық дәрежеде болатын болғаннан кейін біз Мәдиді сонау Қытайдан аттай қалап әдейі шақыртып отырмыз. Ал таныс болыңдар, Мәди Жөңгел Айла, Қытайдан келген. Мәдиши. Алдағы сайыста сендердің жетекшілерің Мәди болады. Ол семен жасаған жоба ертең китайский подделка болып шықпай ма? Ойлашы, артында Made in China деп жазылып тұрса. Жоқ енді, Made in China деп жазамыз. Көңілін түсірме, Мәди. Бәрі емес, бірақ көп адам оралман деп жақтырмайды. О, боже мой, что здесь происходит? Международное собрание, что ли? Өзбекстаннан келген бір адам, Монголиядан келген бір адам дейсің ол. Қытайдан келген ер адам деп қойса. Артық кетпей, әйтпесе дал-дұлын шығарам. Адам не туған жерін өзі таңдай ма? Еговқа кірсең тілдің астында тұрады. Неге бізді қорлай бересіңдер? Келуімнің тағы бір себебі бар. Қазақстанда жаңыз туысқан ағаң бар деп еді. Соны табуым керек. Аға, жан аға! Кете, сука бала, кет былай! Сепайсадан шықтыңдар ма мына? Жазылып шықтыңдар ма әйтеуір? Менің технический тайквандистерім, білесіңдер ғой, жарысқа бір ай қалды. Сол аппарат бәле болды бар. Сындырып тастау керек сол үшін. Шақырып ал, сындырып тастайық онда. Неге сонша бөле береді бізді? Сыртқа сыйған қазақ ішке сыймай ма? Сен сондай көркем жаратылыссың. Сен мен талғамдағы жігіт емессің. Оралман болғаным үшін ғана ма? Мысалы, оралмансың, сол үшін дедің ба? Онда не үшін, Дамелия? Не үшін? Менен қандай? Мін көріп тұрсың, Дамелия? Киіз үйде тұрасыңдар ма? Малдан басқа не бар сендерде деп мазақ қылып сұрайтын. Қалай адамдар сөйтіп білмей айта береді, а? Негіз немен айналысушы едіңіздер? Малмен айналыстық. Не шашаби ма?